Достар, қалайсыздар? Бүгін тағы да мен мисс Әйгерім, яғни Әйгерім Тока өзгеріп тастадым мен негімді. Достар, мен қазір ауырып тұрмын, тем более тамағыма бермеңіздер. Бүгін бізде егіздердің 3-ші сериясы болады. Бүгін әйтеуір қонақ шақырып, бүгін туады егізін. Сөйтіп солай, достар. Ал ендеше көп созбай бастайық. Ойбай, жан тұр, тамақ дайындап қоямын, тұра бер. Не болды? Киіміңді ауыстырып алшы. Иә. Так, осыны кейін, иә? Осы көп кибедің осыны. Мен киімді алып бер, жақсы. Мен сен болам дегенше телевизор көрейін, сосын больницаға бару керек. Жақсы. Бүгіндікке жұмыртқа мен сосиска қуыра салайын. Біз хот-догтарымызды дайындайық. Кастрюля аман болсыншы. Не істесем де осы кастрюля керек қой. Жан, жүр тамақ дайын. Жақсы. Тамақ дайындап қойыпсың тағы. Так, енді бізге шығу керек. Осы көйлекішті удобно ғой. Өшірдің бе? Иә, өшірдім, қорықпаш. Болды, кетейік. Все, келдік, жаным. Жүрдіктік. Мен қазір дәрігерді шақырып келейін. Сеансы. Отырайын. Так, сізге өзіңіз ауырады. Болды, міне сізді шығардық. Міне сіздің балаңыз. Екі егіздеріңіз құттықтаймын. Вау, шанасың. Ура! Ладно, мен қалың жақсы, онда үйге қайта берейік. Келіп тұрыңыздар. Все, келдік үйге де. Иә, ашылды. Жақсы, жанкөр. Енді саған көп қимыл жасауға болмайды енді. Мен де алдым. Все, бесік алған, қандай жақсы болды. Мен енді сразу киімді ауыстырып алайын. Қазір мен қонақтар келеді. Ауылда тұрады. Я қазір звондап көрейін. Алло, анашым. Ау, қызым, біз жетіп қалдық. Сендер дайын тұра. Шай дайындамай-ақ қой, өзіміз шай ішіп келетін. Жоқ, анашым, мен дайындап қоямын. Жоқ, қызым, қойшы, саған ауырсап көтеруге болмайды. Сен қимылдап көтерме. Менің немерелерім туылды ма? Иә, әрине, жаңа больницадан келдік. Жақсы опты. Араластырамыз. Сосын дайын болады. Так, все, дайын. Енді салу ғана қалды. Сабжи дайын. Тек орсаға незат қою ғана қалды. Шайларды қойып қойдым. Все болған ұстап отқан жоқ па? Қырғастай ұйықтады. Қарындар ашық қапты. Ерім. Все. Қонақтар келе берсін. Орамал қайда басындағы? Шкапта ойды. Все, дайынмын. Сәлем бердік. Ой, бақты. Сәлем бердік, бақты. Сәлем бердік.
ойбай, кешіріңіз, мен сіздің ашкеңізді алып қаптым ғой. Ой, әжетай. Сәлем бердік. Әже, сәлем бердік. Қойып қуатсың ба? Енесіне ойбай олысқа. Мамасына сәлем берем адам деген. Сенің енең атаң қашан келеді? Ой, олар келе тұр ғой. Жұртым келбетіңді құттықтайын дегенім ғой. Кіріңіздер. Иә. Ой, сәлем бердіктер. Сәлем жарығым. Қалайсың Кенжан? Бөпе болғандарыңа қуаныштымын. Рахмет. Төрге өтіңіздер бар. Иә. Ой, сәлем бердіктер. Ой, құдай, қалайсың? Жақсы. Иә, өсе отыр. Құдай, қалайсың? Не хабар? Иә, сол. Құтты болсын. Иә, құтты болсын немерелер. Ой, все троих кеш деп атып той отырам дегенше сөйлесі құдағай. Кенжан. Иә, сау болыңыздар. Келіп тұрыңыздар бір жастайына. Иә, той жасайымызға бұйырса. Иә, келеміз ғой. Жақсы сау болыңдар. Жақсы сау бол қызым. Сау болыңыз. Сау бол қызым. Бүгін шаршап кеттім ғой, енді ыдыс-таяқ жуу керек. Жақсы шаршап кеттім, ұйықтай берейін. Ой, бұларды ұйықта ғой, жақсы жуып тастайды. Сүйікті душып, енді ұйықтайын. Так, все. Сериалымыз аяқталды. Үшінші сериясы. Ал кешке жақын ба, обедтерде ма, өзқа обед екен ғой қазір. Обедтерде ма, 3-4-терде ма шығаратын боламын. 4-інші сериясын түсіріп монтаждайым дегенше 4 болады. Қазір мен оны да түсіріп тастаймын. И сразу өз кетеді екі ана қыздары. Ал достар, осы серия көп болды бүгіндікке. Мен қазір қысқартамын, бұларды керек емес жерлерін қиып, солай істеймін. Примерно бір 20 минуттай істедім, түсірдім, конечно, сіздерге үшін, өйткені аз болып қалмас үшін түсірдім. Ал жақсы сау болыңыздар.